Егер сіздің ұйқы безіңіз ауырса, оның соңы панкреатитке ұласады. Панкреатит ол ұйқы безінің қабынуы. Және де ол тез уақытта жазыла қоймайды. Емі де ұзақ уақытты қажет етеді. Бірнеше дәрілердің тізіміне қоса сізге үнемі арнайы диета ұсыну керек болады. Ұйқы безі ауруының белгілері ең біріншіден оң және сол жақ қабырға асты ауырады. Іш өтеді, іш кеуіп желденеді, жиі кекіру мазалайды және жүрек айниды. Егер де осы белгілер сізді мазаласа, уақыт тоздырмай тексерілуіңіз қажет. Армысыз қадірменді YouTube көрермен, сіздермен әдеттегінше денсаулық байлық арнасы. Бүгінгі тақырып өте ауқымды, ұйқы безінің қабынуы жайында болмақ, оның емі қандай және үй жағдайында қалай біз осы ұйқы безінің ауруының алдын алуымызға болады. Видеоны соңына дейін тыңдап, өздеріңізге қажетті ақпараттарды ала отырыңыздар. Ұйқы безінің аурулары өзекті медициналық мәселе болып отыр. Панкреатит өлім-жітім саны көп болатын ең қауіпті патологиялардың бірі болып саналады. Ұйқы безінің қатерлі ісігі өмір сүру деңгейі 5 жылдан төмен ең қауіпті ісік түрлерінің бірі болып табылады. Ұйқы безінің патологиялары әртүрлі сипаттағы ауырсыну ретінде көрініс табуы мүмкін. Қатты және сыздау, әлсіз және қарқынды. Әйелдер мен еркектердегі ұйқы безінің құрылымы мен орналасуы бірдей. Сондықтан ерлер мен әйелдерде ұйқы безінің қалай ауыратыны арасында ешқандай да айырмашылық жоқ. Ауырсынудың сипаты жынысқа емес, басқа факторларға байланысты болады. Ұйқы безі неге ауырады? Ұйқы безіндегі ауырсыну ісік пен жарақатқа байланысты қабыну процесінің аясында пайда болуы мүмкін. Қабыну процесі жедел және созылмалы панкреатит кезінде асқынады. Бұл ауру кезіндегі ауырсыну синдромы әдетте ұйқы безі сөлінің ферменттері тағамның орнына ұйқы безі тінін қорыта бастауымен байланысты болады. Панкреонекроз, яғни панкреатиттің асқынуы кезінде ұйқы безі жасушаларының бір бөлігі өледі, кейде бүкіл орган зардап шегеді. Ұйқы безінің қатерлі ісігі кезінде ауырсыну әдетте ісік көлемі ұлғайып, айналасындағы органдар мен тіндерді қыса бастағанда қатты байқалады. Ұйқы безі ауруларының асқынуын тудыруы мүмкін бірнеше факторларды бар, соларға қарап кетейік. Оның біріншісі біркелкі тағам, яғни күнде не макарон, не күріш сияқты тағамдарды жеу, фастфуд пен майлы тағамдарды жиі тұтыну, алкогольді ішімдікті шамадан көп мөлшерде ішу, темекі шегу, кейбір дәрі-дәрмекті бақылаусыз қабылдау. Есіңізде сақтаңыз, дәрі-дәрмектер бұл синтетикалық жолмен дайындалған, біздің ағзамызға оның пайдасынан гөрі денсаулыққа зияны көп болатын аса қатты мөлшерде бақылауда ұстаған жөн. Яғни дәрігердің рецептінсіз бейберекет антибиотик дәрілерді қабылдай беруден аулақ болыңыз. Сонымен қатар организмдегі паразиттердің көп болып кету осы ұйқы безі ауруының асқынуына әкеледі. Созылмалы панкреатиттің 60-70% алкогольге байланысты туындайды. Ал темекі шегу алкогольдің ұйқы безіне кері әсерін күшейтеді және аурудың асқыну қаупін арттырады. Егер ұйқы безінің қатерлі ісігі туралы айтатын болсақ, онда шамамен ауру анықталған жағдайда 10%-ында ауру тұқым қуалайтын бейімділікке байланысты болса, ал 90% қант диабеті, созылмалы панкреатит, темекі шегу, D3 витаминінің жетіспеушілігі сияқты басқа да факторларға байланысты дамиды. Ұйқы безінің көптеген аурулары ол ауырсыну. Көбіне ауырсыну ошағы сол жақ қабырға астында аймағында орналасады. Бірақ адам арқамен жатқан кезде ауырсыну белге қарай ығысып, күшейе түсетін жағдайларда кездесіп жатады. Ешкім тек ауырсыну синдромы негізінде диагноз қоя алмайды. Бұл кешенді зерттеуді қажет етеді. Дегенмен дәрігер ұйқы безінің қалай ауыратынына байланысты белгілі бір проблеманы болжауы мүмкін. Мамандардың пікірінше, ұйқы безі ауырған адам гастроэнтеролог дәрігермен кеңесуі керек. Дәрі-дәрмекті, соның ішінде ауырсынуды басатын дәрілерді өз бетіңізше қабылдауға болмайды. Емдеудің халық арасында таралған әдістерін де қолданбау керек. Себебі бұл аурудың асқынуын арттыруы мүмкін. Аурудың алғашқы белгілері кезінде, әсіресе ауырсыну синдромы пайда болса, дереу дәрігерге жүгіну керек. Ұйқы безінің аурулары өте қауіпті, сондықтан оларды дер кезінде анықтап, шара қолдану өте маңызды. Ұйқы безі проблемаларын қандай белгілері бірінші кезекте көңіл аударуды қажет етеді. Оның ең біріншісі жайсыздықтар ұйқы безімен байланысты екен адам бірден түсіне бермейді. Дегенмен сол жақ қабырға астындағы ауырсыну мен ыңғайсыздық сияқты белгілер, әсіресе алкогольді ішімдікті ішіп,
қуырылған және майлы тағамдарды ішкеннен кейін осындай жайсыздық туындағанын байқасаңыз, онда бірден алаңдауға болады. Ұйқы безін ең алдымен панкреатит және өт тас ауруы диагнозы бар адамдар және қауіп тобындағы адамдар ұйқы безін жиі тексеріп отыруы керек. Өт тас ауруымен ауыратын науқастар сондай-ақ алкогольді ішімдікті жиі шамадан тыс тұтынатын, дәрі-дәрмекті бақылаусыз қабылдайтын, артық салмағы бар және қимылы аз өмір салтын ұстанатын адамдарда жиі туындауы мүмкін. Басында айтып өткендей, ұйқы безінің ауруы, оның қатерлі ісігі 5 жыл ары барса адамның өмір сүруіне 5 жыл ғана уақыт беретін өте қауіпті аурулардың бірі. Яғни ол тез арада дамып, адамды өлімге әкелуі мүмкін. Сол үшін ұйқы безінің қабыну кезінде дротаверин гидрохлорид, яғни ношпаны қолдана беруді адам доғаруы керек. Себебі ношпа бұл аурудың одан да бетер өшіп кетуіне зиян әкеледі. Ұйқы безінің қабынуы қант диабетіне де әкелуі мүмкін, есіңізде сақтаңыз. Сондықтан ауырсыну белгілерін байқасаңыз, бірден дәрігерге көрініңіз. Ақпараттың басында айтып кеткендей, егер сол жақ қабырға асты ауырып, әр тамақ ішкеннен кейін сол жақ қабырға ауырса, не болмаса алкоголь ішімдіктерін ішкеннен кейін де ертесіне қабырғаның астында ауырған байқасаңыз, міндетті түрде дәрігерге көрініп, бұл аурудың асқынып кетпеуіне қатты көңіл бөліңіз. Сізден талап етілетіні ол ең біріншіден анализдерді тапсырып, осы ұйқы безінің проблемасы бар екенін анықтау, және екінші қадам ол міндетті түрде тағамдану мәдениетіңізді өзгертесіз. Сіз қазіргі үйреніп қалған жеп жүрген нан, макарон, күріш сияқты тағамдардан бас тартып, тек қана организмге пайдалы, салауатты өмір салтын ұстанатын, дұрыс тамақтануға қажет ететін өнімдерді ғана жейсіз. Оның ішіне не кіреді? Ол әрине жасыл шөптерді үнемі тамақта пайдалану, ас қорыту жүйесіне ауыр салмақ түсірмеу, өз-өзіңізді күту, стресске берілмеу және жақсы көңіл күй. Осылардың барлығы сізде болса, сіз ұйқы безінің ауруын алдын алып, оны жақсы жазылып шығуына өз ықпалыңызды тигізесіз. Жаман айтпай жақсы жоқ демекші, ащы шындық әрқашанда адамға ауыр тиеді. Сондықтан да өз денсаулығыңызға бейжай қарамай, осындай белгілер болып жатса, міндетті түрде өз денсаулығыңызды қолға алып, дәрігерге көрініп, керек-жарақты анализдерді тапсырып, ем-домыңызды бастап кетіңіз. Қашанда да ақпаратты білген адам әрқашан ол аурумен күресуге дайын болады. Сол үшін қадірменді YouTube көрермен, осы берген ақпараттарды дұрыстап, саралап, тыңдап, керекті қажеттіліктеріңізге жаратыңыздар. Біле біліңіздер, ұйқы безімен ауыратын адамдардың өмір сүру мәдениеті 100% өзгермесе, оның түбі өлімге алып келеді. Бұл жерде біз сіздерді қорқытып жатқан ойымыз жоқ, бірақ осындай ақпараттарды кейде адамдар басқаша тұстан ащы шындық ретінде естіп қабылдамаса, соғұрлым денсаулықтарына қарамай жүре береді. Осы төменде қазір комментарийға өздеріңіздің таныстарыңызда, не болмаса сіздің өміріңізде осындай белгілер пайда болып жатқаны туралы біраз комментарийға жазып кетсеңіз болады. Әр қазағым жалғызым, барлықтеріңіз денсаулықтарыңызға дұрыстап қарап, ауырмай сырқамай аман жүріңіздер.